Қазақстан Майдан арсеналы. 1941 жылы 22 маусымда басталған фашистік Германия мен Кеңес одағының арасындағы соғысқа Кеңес одағының барлық халықтары қатысып, жеңісті жақындатуға атсалысты. Соғыстың ауыртпалығы тек майдан шебінде ғана емес, тылда да айқын сезілді. Қазақстан 1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысында КСР-ның аса ірі майдан арсеналына айналып, Кеңес армиясын қажетті техникамен, азық-түлікпен, шикізатпен және адам күшімен қамтамасыз етті. Соғыс басталғанда, Кеңес одағының батыс аймақтарындағы көптеген зауыттар мен фабрикалар эвакуацияланып, шығысқа, оның ішінде Қазақстанға көшірілді. Нәтижесінде, елімізде соғысқа қажетті қару-жарақ, оқ-дәрі, техника өндіретін өндіріс ошақтары ашылды. Қазақстан аумағына қысқа мерзім ішінде 200-дей ірі өнеркәсіп мекемелері қажетті құрал-жабдықтарымен, шикізатымен бірге тасып әкелініп, орналастырылды. Соғыстың алғашқы 1,5 жыл ішінде Қазақстанда 25 кеніш, шахта, түсті және қара металлургияның 11 байыту фабрикасы, 19 жаңа көмір шахтасы, 4 жаңа мұнай кәсіпшілігі, Гурьевте мұнай өңдеу зауыты іске қосылды. Ұлы Отан соғысы жылдары Ақтөбеде салынып жатқан ферроқорытпа зауытын аяқтау үшін Запорожье зауытының құрал-жабдықтар пайдаланылды. Көмірлі Қарағанды өзінің техникалық кешенін Донецкілік Пархоменко атындағы шахтаның жабдықтарымен толықтырды. Ұлы Отан соғысы жылдары Алматыдағы автожөндеу зауыты, Луганск ауыр машина жасау зауытының цехтары орналасқан базаға айналды. Ұлы Отан соғысы жылдары республиканың оңтүстігіндегі тамақ өнеркәсібінің жаңа құрылыстары құрал-жабдықтарын Украинаның 14 қант зауытының құрал-жабдықтары алды. Балқаш мыс қорыту кешенінің қуаты Владимир облысындағы Кольчугин қаласының түсті прокат зауытының құрал-жабдықтарын меңгерді. Қазақстанға 300-ден астам зауыт көшірілді. Соғыстың алғашқы жылдары Қазақстанға батыс аудандардан эвакуацияланған 532.500 адам баспанамен жұмыс тапты. Донбастан 2000 шахта құрылысшысы келді. Қазақстан ауыр өнеркәсіптің негізгі салаларын металлургия, машина жасау, отын, мұнай және көмір өндірісін қарқынды дамытты. Республика КСР-дағы қорғасының 85%, мыстың 35%, полиметалл рудаларының 80%-ын өндірді. Шымкент және Лениногор зауыттарында 563 мың тонна қорғасын қорытылып, бұл соғыс кезінде қолданылған әр 10 оқтың 9-ына негіз болды. Соғыс кезінде Ақтөбе ферроқорытпа зауыты, Өскемен қорғасын мырыш комбинаты, Ақшатау, Жезді, Текелі, Шығыс Қоңырат сияқты кен орындары іске қосылды. Қарағанды көмір бассейні КСР-ның отынға деген сұранысының 65%-ын өтеді. 34 миллион тонна көмір өндірілді. Атырау мен Гурьев мұнай өңдеу зауыттары құрылып, соғыс жылдарында 887 мың тонна мұнай жөнелтілді. Мұнай өндірісі 40%-ға өсіп, ембі мұнай тресіне жаңа кәсіпшіліктер қосылды. Электр энергиясы өндіруде солтүстік Қазақстан мен Қарағандыда жаңа электр станциялары салынды. Жаңа темір жол желілері Қандыағаш-Орск, Жамбыл-Шолақтау, Талдықорған Текелі тартылды. Шикізатты өңдеу зауыттарына жеткізу жолдары жеңілдеді. Соғыс жылдары 460 өнеркәсіп ошағы, соның ішінде 300-деген эвакуацияланған кәсіпорын Қазақстанға көшірілді. Теміртау, Текелі, Ақшатау сынды жұмысшы қалалар пайда болды. Соғыс жағдайында тігін, тоқыма, тері, аяқ киім өнеркәсіптері кеңінен дамыды. Майданға 500-дей дивизия жазғы киіммен, 70 дивизия шинельмен, 67 дивизия қысқа аяқ киіммен, 59 дивизия жылы киіммен, 25 дивизия шолақ тонмен қамтамасыз етілді. Қазақстан соғыс кезінде ауыл шаруашылық өнімдерін көптеп өндіріп, елдің азық-түлік қорының негізгі көзіне айналды. Мал шаруашылығы елдің шығысындағы негізгі база ретінде дамыды. Совхозда 7416 трактор, 110 мың жылқы майдан қажетіне жіберді. Ер азаматтар майданға кеткен соң, еңбекші әйелдер мен жастар өндірістің негізгі бөлігін атқарды. Өнеркәсіпте әйелдердің үлесі 50%, жеңіл және тамақ өнеркәсібінде 80-90% болды. Жас өспірімдер мен жастар барлық жұмысшылардың 35-40%-ын құрады. Шығанақ Берсиев тарыдан гектарына 202 центнер өнім алды. Ыбырай Жақаев, киім мансам, күріш өсіруден рекорд жасады. Дәнді дақылдардан мол өнім алғандар Сатыбалдина, Дацкова,
Алпысбаев тағы басқалары болды. Майданға қолдау ретінде халық 4 миллион 700 мың сом ақша, 2 миллион дана жылы киім, 1600 вагон сыйлық жіберді. Танк колонналары мен ұшақтар жасауға арналған қаржыға 480 миллион сом жиналды. Қажымұқан Мұнайтпасов жеке өзі 100 мың сом тапсырды. 11 сағаттық 6 күндік жұмыс аптасы енгізілді. Қосымша демалыстар жойылды. Жұмыс орнын тастап кеткендерге қатаң жаза қолданылды. Экономика әскери тәртіпке көшірілді. Басқару әскерилендірілді. Төтенше өкілдер тағайындалды. Азық-түлік карточкалық жүйемен таратылды. Кеңес әскері Германияны кеңес жерінен қуып шыққаннан кейін Еуропаны фашистерден азат етуге кірісті. Қазақстандық дивизиялар 387-ші дивизия Румыния мен Болгарияда, 73-ші гвардиялық дивизия Югославияда шайқасты. 150-ші атқыштар дивизиясы Берлинді алуға қатысты. 150 дивизия құрамында болған Рақымжан Қошқарбаев, Григорий Булатов, Еремен Рейхстагқа жеңіс туын тікті. Германия тізе бүккен соң, Квантун армиясына қарсы соғысқа Қазақстан жауынгерлері қатысты. 14 қазақстандық Кореяны азат еткен үшін, 234 қазақстандық Жапонияны жеңген үшін медальмен марапатталған. Соғыс аяқталған кезде армияда 12 дивизия, 3 атқыштар полкі, 1 артиллерия, 1 миномет, екіншісі авиация полкі болды. Олар Ленинград, Сталинград, Курск шайқастарына, Днепрден өтумен Украина, Белоруссия, Молдова, Балтық елдерін азат етуге қатысты. 2027 қазақстандық орден медальдармен марапатталды. Кеңес одағының батырлары қатарында Бауыржан Момышұлы, Бақытжан Бейсекбаев, Фиуаз Доспанова сынды батыр жауынгерлер бар. 1945 жылы 8 мамырда Германия тізе бүгу актісіне қол қойды. 9 мамыр жеңіс күні болып жарияланды. 2 қыркүйекте Жапония тізе бүгіп, 2-ші дүниежүзілік соғыс ресми түрде аяқталды.